Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 2-ші сыныптың математикасы 127-ші сабақты өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы логикалық есептер, басқа тырғыштар. Бірінші тапсырма сиқырлы шаршыларды толтыр. Және бізге үлгіге шаршы берілген, шаршының ішінде сандар берілген. Осы сандарды қалайынан қосса да мәні 24-ке тең болу керек дейді. Яғни 7-ге 6-ны қосып оған 11-ді қосса да 24, 7-ге 12-ні қосып оған 5-ті қосса да 24, яғни бұл тігінен болады. Және 5-ге 8-ді қосып оған 11-ді қосса да 24-ке тең деп берілген. Екінші баған бізге берілген, бірақ оның мәні қаншаға тең екені белгісіз. Бізге бірінші қатарда бір ортасындағы бағанға ғана 6 саны берілген, және төменгі бағанда сандар берілген, ортасы бос. Олай болса біз мына төмендегі сандарды қосып, осы шаршыдағы есептердің мәні қаншаға тең болу керек екенін анықтап алайық. Ол үшін 12-ге бірінші 22-ні қостым. Сонда бізде 34 болады. 34-ке 8-ді қоссам 42. Яғни осы баған бойынша есептің мәні, өрнектің мәні 42-ке тең болу қажет. Олай болса, мен 42 деп алдым. 42-ден азайтамын, яғни 6-ны қосамын 22-ге. Сонда 6-ға 22-ні қосатын болсам, менде болады 28. Енді 42-ден 28-ді азайтатын болсам 14. Демек, бұл мынау 22 тұрған баған. Демек, мен 22-нің үстіңгі жағына 14-ті қойдым. Енді келесі үшіншісінде 42-ні азайтамын. Яғни бізде мәні 42 болғандықтан барлық сандарды біз анықтау үшін 42-ден азайтып отырамыз. 12-ге қосамын 14-ті. Бұл енді былай қарай кетеді. Яғни бұл көлденеңнен емес, төменнен жоғары қарай диагоналды, қисық диагоналды түрде кететін болады. 12-ге 14-ті қоссам 26, 42-ден 26-ны азайтатын болсам 16-ға тең, яғни бұл мына жерде болады. Келесінде 42 азайту, 16-ға қосамын 8-ді. Енді бұл 8 дегеніміз мынау тұрған 16, оған мынау тұрған 8-ді қосамын. Сонда ортасындағы сан шығу керек. 16-ға 8-ді қоссам 24, 42-ден 24-ті алсам 18. Демек, мына жердегі санымыз 28-ге тең. Келесі 42 азайту, 6 қосу 16 деп алдық. 16-ға 6-ны қоссақ 22, 42-ден 22-ні азайтатын болсақ 20. Демек, мына жердегі бос тұрған бағанға 20 санын жаздым. Келесі 42 азайту, 14 қосу 18. 14-ке 18-ді қоссам 32, 42-ден 32-ні азайтатын болсам 10. Демек, мынау тұрған екінші бағанда санымыз 10 деп анықтап алған болатынбыз. Және екіншісі бойынша, екінші бағанда бізге берілген мынау 16, 2 және 12 сандарын қосып алдым. Сонда мәні 30-ға тең болды. Демек, екінші баған бойынша 30-ға тең біз сандарды табуымыз керек. Енді 30 азайту, 8 қосу 16 деп алдым. Мына екі санды қосып, ортасындағы бағандағы санды анықтаймыз. Сонда 16-ға 8-ді қоссақ 24, 30-дан 24-ті алсақ 6. Демек, мына ортадағы сан 6. Келесі 30 азайту, 8 қосу 12 деп алдым. Сонда 8-ге 12-ні қоссам 20, 30-дан 20-ны алсам 10. Демек, бұл мына жердегі сан. Келесі 30 азайту, 6 қосу 10. 6-ға 10-ды қоссақ 16, 30-дан 16-ны алатын болсақ 14. Бұл 14 мынау төменгі сатыда тұрады. 30 азайту, 10 қосу 2 деп алдық. Яғни мынау тұрған 2 мен 10-ды қосып, мына жердегі санды анықтаймыз. Сонда 12, 30-дан 12-ні алсақ 18. Соңғысы 30 азайту, 8 қосу 18. Яғни мына екі санды қоса отырып, мына төмендегі санды анықтаймыз. Сонда бұл жерде 4 деген сан шығады. Екінші тапсырма тіктөртбұрышты әр бөлігінде белгіленген бір нүктесі бар өзара тең 6 бөлікке бөл деген. Яғни бізге тіктөртбұрыш берілген және оны бағандарға бөліп тастаған. Қазір біз санаймыз. Тігінен 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни көлденеңінен 6, тігінен 1, 2, 3, 4, 5. 5-ті 6-ға көбейтсек, бізде 30 саны шығады. Бұл жерде нүкте саны 6 берілген. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 6 нүктесі бар және көлденеңінен 6 бағаны бар, тігінен 5 бағаны бар.
6-ны 5-ке көбейтсек 30. Яғни бұл жерде барлығы 30 торгөз берілген. Енді 30-ды бөлеміз 6-ға, сонда 5 болады. Яғни біз осы жерден 5 түрлі фигура шығаруымыз қажет. Енді ол үшін мен оларды 5-5-тен бөлемін. 1, 2, 3, 4, 5. Дәл осы жерден бір фигура шықты. Келесі былай қарай. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші фигура. Мына жерде де дәл сондай 5 торгөзден тұратын тағы бір фигура. Және мына жерде тағы бір фигура. Бұл да 5 торгөзден тұрады. Және мына жерде бір фигура. Және мына астыңғы жағында да 5 торгөзден тұратын 6-шы фигура пайда болды. Дәл осылай анықтап алдық. Үшінші тапсырма. Суретке қара. Жасыл, сары, көк және қызыл дөңгелектерді ұпай санын анықта дейді. Олай болса, бұл жерде бізде ұпай сандары жазылуы қажет болған. Енді бұл жерде мәні 1000 болуы үшін жасылда, яғни бірдей сандар болу керек, сарыда бірдей сандар болу керек, және мынау тұрған көк, ақшыл көктерде бірдей сан, және қою көктерде де бірдей сандар болу керек. Яғни былайынан қосқан кезде 500, былайынан қосқан кезде 700, және былай қосқан кезде 600 сандары шығуы қажет. Олай болса, жасыл торгөзді 400 деп алдым. Және екінші сары торгөзді 200 деп алдым. Және тағы да бір жасылды 400 деп алдым. Сонда 400-ге 200 қоссақ 600, оған 400 қосатын болсақ 1000-ға тең. Екінші бізде қызыл. Қызылды мен 100 деп алдым. Оған 200-ді қосамыз. Одан кейінгі ақшыл көк домалақ бояуды біз 0 деп алдық. Сонда 100-ге 200 қоссақ 300. Келесінде, яғни енді төмен қарай көрек. 400, оған 100-ді қоссақ бізде 500 болады. Яғни төмен қарай 500 саны шықты. Енді осы жерде 0 деп алдым мен ақшыл көк түсті, және қою көк түсті 300 деп алдым. Екінші қою көк түсті 300 болады. Сонда 300-ге 300-ді қоссақ 600 деп алдық. Енді жоғарыдан төмен қарай 200-ге 200 қоссақ 400, оған 300-ді қосатын болсақ 700-ге тең. Келесі 400-ге 0-ді қосамыз, 400-дің өзі, оған тағы да 300-ді қосатын болсақ 700-ге тең болады. Төртінші тапсырма. Бос торкөздерді толтыр. Яғни бұл жерде 4 бұрыш фигура берілген, 3 бұрыш фигура және дөңгелек фигуралар берілген. Және мына жерде бағандарға бөлінген шаршы берілген, оның ішінде сандар бар. Осы тіктөр бұрышты толтыратын болсақ, бізде бірінші 5-ке 5-ті қосып аламыз. Яғни мына жерде бірдей тіктөр бұрыштардың барлығын 5 деп алдық, сонда мәні 15-ке тең болады. Яғни 5 қосу 5 қосу 5 тең 15-ке болады. Енді мына жерде 3 бұрыш берілген. Ал мынау тіктөр бұрыштарды біз 5 деп алған болатынбыз. Олай болса, мынаны 3 бұрышты 6 дейміз. Және тіктөр бұрыштарды 5 деп алдық. Келесі үшіншісінде 3 бұрышымыз бұл бізде 6 болды. Домалақты біз 4 деп алдық. Және 6 деп алған болатынбыз. Олай болса, осы жерде есептеп көрейік. 5-ке 6-ны қоссақ 11, оған 6-ны қоссақ 17. 5-ке 5-ті қоссақ бізде болады 10, оған 4-ті қоссақ бізде мына жерде болады 14. Ал енді мына ортасында бұл жерде 16 берілген. Мен бұны жазбай кетіппін. Мына жерде 6-ға 4-ті қоссақ 10, және оған 6-ны қосатын болсақ 16-ға тең. Келесі енді мынау кесте бойынша. Осы кесте бойынша есептейтін болсақ, 34-тен 8-ді азайтамыз, сонда 26 болады. Ал енді 34-тен 20-ны азайтатын болсақ, 14-ге тең болады. 8-ге 5-ті қоссақ, бізде 13 болады, және 26-тан 25-ті алатын болсақ, 1-ге тең болады. Дәл осылай анықтап алдық. 5-ші тапсырма. Есепті шығар. Сыйымдылығы 3 литрлік банкаға шырын құйылған, және сыйымдылығы 1 литр және 2 литр болатын 2 бос банка бар. Барлық 3 банкада 1 литрден болу үшін шырынды қалай құйып алуға болады деп берілген. Яғни бұл жерде бізге ең алдымен сыйымдылығы 3 литрға тең шырын берілген. Шырын бұл банкамызда толып тұр.
Екінші 2 литрлік банка берілген. Ода бізде бос тұр. Және үшіншісі 1 литрлік банка, ол да бос. Енді бізге осы барлық 3 банкада 1 литрден болу үшін шырынды қалай құйып алуға болады деп берілген. Ол үшін мен осындай банкалардың суретін салып алдым. Яғни бұл менде 3 литрлік банка, оған толтырып қойдым. Осы 3 литр шырынның 2 литрін мен 2 литрлік банкаға толтырып қоямын. Сонда менде мына жерде 3 литрлік банкада 1 литр қалады. Осы 1 литр шырынды қалдырып, 2 литр толып тұрған шырыннан 1 литрін мынау тұрған банкаға құям. Сонда бұда 1 литр болады. 2 литрде де 1 литр болады, және 3 литрде де 1 литр шырыннан болады. Ол үшін жаңағы 3 литрдан біз 2 литрді мына банкаға құйған болатынбыз. Сонда бізде 1 литр қалды 3 литр банкамызде. Енді мынау 2 литр банкадан біз 1 литр банкаға 1 литрін құйдық. Сонда ол жерде 1 литр қалды. Яғни мынада 1 литр. Осылайша біз 3 банкаға да 1 литрдан шырынды құйып алған болатынбыз. Жауабы 2 рет құю арқылы 3 ыдыста да 1 литр шырынды қалдырамыз. 6-шы тапсырма. Қорапта 24 килограмм шеге бар. Кір тастарды пайдаланбай, табақшалы таразының көмегімен 9 килограмм шегені қалай өлшеуге болады дейді. Олай болса, осы таразының суретін салып алдық. Яғни мынау табақшалы таразының 2 табағы болады. Мына бірінші табағына 12 килограмм шеге салдық. Екінші табағына да 12 килограмм, сонда барлығы 24 килограмм. Енді бізге тағы да бір таразы, оған біз мынау 12 килограмм жаңағы шегеміздің 6 килограммын салдық. Және қалған 6 килограммды да екіншісіне салған болатынбыз. Сонда бізде 2-6 килограммнан болды. Енді осы 6 килограмм шегеден 3 килограммын тағы да бір таразының тәрелкесіне саламыз. Сонда бұл жерде 3, тағы да 3 килограммын алып, екінші табақшасына саламыз. Сонда теңдей болады. Яғни барлық таразылар теңдей болып тұрады. Енді осы жерде бізге 9 килограмм шегені қалай өлшеуге болады деп берілген. Олай болса, мынау үшінші таразыдағы 3 килограмм шегеге мынау екінші тұрған таразыдағы 6 килограмм шегені қосамыз. Сонда 9 килограмм. Яғни осылайша мына жерде 3 килограмм, мына таразымызда 6 килограмм шеге бар. Осылайша біз 9 килограмм шегені өлшеп алған болатынбыз. 7-ші тапсырма. Есепті шығар. Кіртассыз табақшалы таразы мен сыртқы пішіндері бірдей 9 монета бар. Монеталардың біреуі жалған және басқаларынан жеңіл не ауыр екені белгісіз. Шын монеталардың массалары бірдей. Жалған монетаны анықтау үшін неше рет өлшеу қажет дейді. Балалар, бұл есепте біз міндетті түрде таразылардың көмегіне жүгінеміз. Бірінші таразыға 4 монетадан салдым, сонда 8 монета, бір монетаны бөлек қойып қойын. Бірақ ол монета жалған ба әлде шын ба маған белгісіз. Яғни тағы бір таразыға 2 монетадан салдым, олар тең болды. Демек, бұл 4 монетамыз біздің тең, бұлар шын монета деген сөз. Енді тағы да таразыға осылайша монеталарды салып салыстыратын боламыз. Сол кезде біз монеталардың салмағының тең немесе аз болуынан жалған монетаны анықтап алатын боламыз. Осылайша біз жалған монетаны анықтау үшін неше рет өлшеу қажет деп берілген. Бұл жерде біз осы жалған монетаны анықтау үшін 7 рет өлшейміз. Жауабы 1 рет немесе 7 рет өлшеу арқылы жалған монетаны анықтап алатын боламыз. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде каналға тіркеліп, комментарий бөліміне комментарий жазып кетіңіздер.